Сәлем достар, дәл қазір балқаймақ жасаудың екі жолын көрсетейін. Қаймақты баяу отқа қойып, араластырып, қайнау шегіне дейін жеткізіп аламын. Қаймақ көтеріле бастаған кезде астындағы отын сөндіріп, осылай сапырып, шамалы басып аламыз. Енді 2 ас қасықтың көлемінде бал қосамын. Бал қосылғаннан кейін қаймақты қайтадан қайнатудың қажеті жоқ. Қақпағын жауып, әбден салқындағанға дейін ара-тұра араластырып отырамыз. Балқаймақ салқындап, қоюланып дайын болды. Балқаймақ жасаудың келесі әдісін көрсетейін. Ол үшін осындай күйдегі қаймақ қажет. Өте баяу отқа қойып, қаймақты әбден ерітіп, бір қайнағанын күтеміз. Қайнау шегіне жетті. Енді шамалы ғана тұз себеміз. 1 ас қасық ұн. Соны жайлап қосамын. 4-5 минуттың көлемінде әрі қарай қайнатамыз. Жаңағы қаймақтың майы шығып жатыр. Осы сәтте отын сөндіруге болады. Ал енді тысқа құйып алайық. Бисмиллахиррахманиррахим. Майы шыққан балқаймақ дайын.